Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен өткенді бекіту деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл бізде 131 сабақ, математика пәні 2 сынып. Бұл сабақта сен алған біліміңді қолдануды үйренесің. Яғни өткен тақырыптардың барлығын толығымен қамтып қайталаймыз. Бірінші тапсырма, мына жерде А есебі, Ә есебі, Б есебі деп берілген екен. Енді тапсырмасы қалай екен? Есептерге сәйкес келетін өрнектерді тап дейді. Ендеше жақынырақ танысайық. Бірінші А есебі. Бірінші альбомда 26 фотосурет бар, ал екіншісінде одан 18-і артық. Екі альбомда неше фотосурет бар? Көрдіңдер ме? Енді қараңдар, бұл жерде есеп екі амалмен шығады, бірақ мына жерде 3 түрлі өрнек тұр. Осының қайсысы осыған сәйкес келеді, соны табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? 26-ға 18-ді қосамыздағы екінші жаңағы альбомдағы суретті табамыз. Сосын екінші альбом мен бірінші альбомды тағы қосамыз. Сонда 26-ға, мысалы жаңағы 26-ға 18-ді қосқаннан шыққан санды екеуін қосамыз. Сол кезде қайсан шығады, сол жаңағы екі альбомдағы жалпы фотосуреттің саны болып есептеледі. Ол бізде міне бірінші өрнек бізде сәйкес келмейді. 26-ға 18-ді қосамыз, болды. Ол тек қана бұл жерде мына екінші альбомды жаңағы табамыз. Екінші неге қарайық, өрнекке бұл жерде 26 қосу 18-ге тағы да 26-ны қосамыз. Мысалы, яғни 26-ға қосамыз, 26 мен 18-дің қосынысын. Менің ойымша осы дұрыс келеді. Осы дұрыс болады екен. Жақсы, келесі Ә есебі. Саяхат кезінде машинемен жүрген жолға 12 сағат кетті. Бұл пойызбен жүрген жолға қарағанда 14 сағатқа кем. Жолға барлығы неше сағат уақыт кетті? Бірінші амалды талқылаймыз. 12 қосу 14, оған қосамыз 14-ті. Бұл сәйкес келмейді, себебі бірінші машинамен жүрген жолға 12 сағат кету керек, 12-ге қосуымыз керек біз. Ол дұрыс емес. Келесі 12 қосылған 14-тен 12-ні азайтамыз. Бұл да дұрыс емес. Үшінші 12-ге қосамыз, 12 қосу 14. Міне осы амал бізге сәйкес келеді екен. Жақсы, келесі үшінші Б есебі. Бірінші топта 27 саяхатшы бар, ал екінші топта одан 3 есе кем. Екі топта барлығы неше саяхатшы бар? Бұл енді оп-оңай балалар, бірден айта салуға болады. 27-ге қосамыз, 27 мен 3-тің бөліндісін. Жақсы балалар, міне бірінші тапсырма осылай орындалады. Келесі екінші тапсырма, сурет бойынша есе артық, есе кем сөздерін пайдаланып, есептер құрастыр, оларды шығар. Міне бірінші қоңыр сөмке мен қызыл сөмке екеу, қоңыр чемодан мен қызыл сөмке екеу бір-бірімен байланысып тұр. Мына жақта рюкзак пен қоңыр чемодан екеу бір-бірімен байланысады. Яғни осы екеуінен екі түрлі есеп құрастыруымыз керек. Бірінші қарандар. Міне қоңыр чемодан 36 килограмм, қызыл сөмке белгісіз, бірақ одан 4 есе кем. 36-ны 4-ке бөлеміз, 9 килограмм. Қызыл сөмкенің салмағы 9 килограмм екен. Жақсы, келесі. Енді бұл жерде рюкзак пен қоңыр чемодан. Рюкзак 14 килограмм. Бұл мына чемоданға қарағанда, сөмкеге қарағанда 2 есе артық. Шешуі 14-ті 2-ге бөлеміз. Тең болады 7 килограмм. Сөмкенің салмағы 7 килограмм екен. Келесі, үшінші тапсырма. Бұл жерде тек қана есептеу, жай ғана есептеу емес, бөлу, көбейту кестесін есімізге түсіріп қайталаймыз. Бірінші 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30, 18 мен 6-ның бөлінісі 3, 45 мен 9-ның бөлінісі 5, 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, 24 4-ке бөлеміз 6-ға, тең болады 45-ті 5-ке бөлеміз 9-ға, 8 мен 4-дің көбейтіндісі 32-ге, 12-ның 3-ке бөлінісі 4-ке, 28-дің 4-ке бөлінісі 7-ге тең. Келесі, жалғасы. Бізде жалғасы 9-ды 4-ке көбейтеміз 36-ға, 18-ді 3-ке бөлеміз 6-ға, 7-ні 5-ке көбейтеміз 35, 25-ді 5-ке бөлеміз 5-ке, 36-ны 9-ға бөлеміз 4-ке тең, 21-ді 7-ге бөлеміз 3-ке тең екен. Міне үшінші тапсырма өте оңай, ең оңай тапсырма екен. Келесі, төртінші тапсырма балалар. Қабырғалардың ұзындығы 6 см және 4 см болатын тік төртбұрышсыз. Осы тік төртбұрыштың периметрін тап. Мен уже 6 см 4 см болатын тік төртбұрышты сызып қойдым. Сендер де дәл осылай қылып сызасыңдар. Келесі,
Енді А тең 6 сантиметрге бірінші қабырғасы, екінші қабырғасы Б тең 4 сантиметр, периметр белгісіз. Периметрдің формуласын жазамыз. А қосу Б жақшаның ішінде көбейтілген 2-ге. Енді сол формулаға саламыз. 6 сантиметр қосу 4 сантиметр көбейту 2 сантиметр тең болады 20 сантиметр, периметр 20 сантиметрге тең. Жауабы тік төртбұрыштың периметрі 20 сантиметр. Келесі, енді бұл жерде қызық тапсырма балалар. 5-ші тапсырма. 4 монетаның арасындағы біреуі жалған. Ол басқасынан жеңіл. Жалған монетаны табу үшін гіртасты табақшаға қоймай неше рет өлшеу керек. Енді қараңдар. Бұл жерде былай істейміз. Мына 4 монетаға цифр қойып аламыз. 1, 2, 3, 4 деп. Енді мына 1 мен 2-ні табақшаның бір жағына қоямыз. Ненің 3 пен 4-ті екінші жағына қоямыз да өлшейміз. Бірінші рет өлшейміз. Мына 1 мен 2 егерде бізде ауыр болса, бұл екеуі шын монета деген сөз, жалған емес деген сөз. Ал мына 3 пен 4-тің 4 жағы жеңіл болып көтеріліп кетсе, яғни мына 3 пен 4-тің екеуісінің біреусі жалған деген сөз. Дәл сол сияқты керісінше 3 пен 4 екеуі төмен болып, жаңағы екеуінің салмағы төмен басып кетсе, яғни бұл екеуі шын монета болып шығады, жалған монета мына 1 мен 2-ның арасында болуы мүмкін. Сосын соны анықтап алғаннан кейін, мына мысалы 3 пен 4 монетасы біз шын монета болып есептесе, бұл екеуін шетке алып қоямыз да, енді 1 мен 2-ні өзара салыстырамыз. Сол кезде осы жерден қайсы жеңіл болады, сол жаңағы жалған монета болып табылады. Яғни 2 рет өлшейді екенбіз. Жақсы, келесі. Енді 5-ші тапсырма. 8 монетаның біреуі жалған, ол басқасынан жеңіл, 3 рет өлшеп, қай монетаның жалған екендігін анықта. Бұл да дәл сол сияқты, оңай қараңдар, міне 8 түрлі монета, барлығын өстіп белгілеп аламыз. Сосын оны 4-4-тен бөлеміз. Міне 1, 2, 3, 4-ті бір жағына қоямыз, 5, 6, 7, 8-ді бір жағына қоямыз. Қай жағы жаңағы жеңіл тартады, сол жағын аламыз да, тағы да 2-ке бөлеміз да. Мысалы 1, 2, 3, 4 жағы жаңағы жеңіл тартып кетсе, енді мына жағының бәріне 5, 6, 7, 8 деген монетаны аламыз да, қойып қойымыз, ол шын монета болып шығады. Енді мына 4-еуінің ішінен жалған монетаны анықтаймыз. Ол үшін 1 мен 2-ні бір басына қоямыз, 2 мен 3-ті бір басына қоямыз. Бұл бізде екінші өлшеу болады. Екінші рет өлшеп тұрмыз. Сосын осының ішінде қайсысы жеңіл тартып кетеді, қай жағы жеңіл тартып кетеді. Сол жағын аламыз да, тағы өзінше бір өлшейміз. Көрдіңіздер ме? Сол кезде біз үшінші рет өлшеп, қай монетаның жалған екенін таба алады екенбіз. Міне осылай орындалады. Келесі, енді 6-шы тапсырма. Әрбір қатардың жазылу заңдылығын анықта. Әр қатарда кем дегенде 12 сан болатындай жалғастырып жаз. Енді қараңдар, ол мына сандармен қосылып 12 сан болатындай жалғастыруға болады. Немесе өздерің жаңағы тағы да ары қарай жалғастыра берсеңдер болады. Міне қараңдар, асы 1, 3, 5, 7, яғни бірден кейінгі 3, 5, 7 деп тақсандардың барлығын жазып шығасыңдар. Міне 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, яғни міне 12-ден асырып жаздым мен сендерге оңай болу үшін, ары қарай кішкене түсініктерін қалыптасу үшін. Бұл жаңағы бір сан аттап отырасыңдар ғой, то бірден кейін 2-ні тастап кетесің, 3-ті айтасың, 3-тен кейін 4-ті тастап кетесің, 5-ті айтасың, яғни келесі тақсандарды айтып отырасың. Келесі А есебі 1, 4, 7, 10 дейді. Бұл қандай? Біреу тақсан, біреу жұпсан келеді. Яғни бірден кейін 2-ні айтпаймыз, 3-ті айтпаймыз. Арасында бір тақсан, бір жұпсанды қалдырып кетеміз. Міне 10, міне 11 тақсан, 12 жұпсан, сол екеуін тастап кетеміз. 13, 13-тен кейін 14 жұпсан, 15 тақсан. 16-ны жазамыз, көрдіңдер ме? Солай жалғастыра береміз. 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 деп. Тағы сол сияқты кете беруге болады ары қарай. Келесі 40, 38, 36, 34. Бұл 40-тан 2 сан төмен қарай жүреміз енді. 2 сан, 40-тан 2-ні алсам 38, 38-ден 2-ні алсам 36, 36-тан 2-ні алсам 34, 34-тен 2-ні алсам 30, міне 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16 деп жазып қойдым. Ары қарай. Міне келесі 70-тен 64, 70, 64, 58, 52. Яғни бұл жерде 6 санын азайтып отырамыз. 70-тен 6-ны азайтамыз, 64, 64-тен 6-ны азайтамыз, 58, 58-ден 6 санға кем жазып отырамыз. 46, 48,
46 40 34 28 22 16 14 4 деп жазады екенбіз. Келесі, бұл енді ең оңайы осы жердегі 5 10 15 20 5 сан аттап отырамыз үстіге қарай, жоғары қарай. 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ары қаратай жалғастыра беруге болады. Келесі, бұл 5 сан төмен түсіп отырамыз. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 екен. Міне балалар, бүгінгі видеоның соңына да келіп жеттік. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Алда бізде бірнеше ғана сабақтар қалды. Оның барлығын мен күнделікті салып отыратын боламын. Менімен бірге болыңдар. Және сондай-ақ осы жылы менімен бірге 2-ші сыныптың барлық тапсырмасын менімен бірге қайталап, менімен бірге видеомды тамашалап көрген балалар, менен отписка жасамай, ары қаратай менімен бірге болуларыңды сұраймын. Себебі мен алдағы уақытта 3-ші сыныптың толық материалдарын салатын боламын. Менімен бірге бүгінгі видеоны тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар, және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.